Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 75-76 бөлімдерді қысқаша баяндайтын боламын. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп отырған көрермендеріме алғысымды айтамын. Бүгінгі бөлімде барлығы нұқты отаға шығарып салып алаңдап отырады. Дәрігерлер нұққа дәрілерін егіп отаны бастайды. Бір кезде Севилай қатты уайымдап жылап қалады. Оны бәрі тыныштандырады. Жиһанға кеңседен телефон соғып, аяқ астынан жұмыстары шығып кетуге мәжбүр болады. Жанан мен Буньямин Халилді іздеудің амалын ойластырып тұрады. Хикмет пен Халил жоспарлары бойынша жол жүрмек болып, тағы да келіспей қалады. Перихан өзінің дүкенінің жанында әріптесімен сөйлесіп тұрады. Әріптесі оған: "Сен мұнда қалатын шешім қабылдауыңа не себеп болды?" деп сұрайды. Пери болса: "Мүмкін махаббат үшін шығар" деп жауап береді. Перихан қонақ үйге келеді. Жихан жұмыс жасап отырады. Перихан болса Жиханның жиналыста отырғанына қарамастан қасына отырып алады. Оның әрекеті Жиханға ұнамай қалып, келесіде келерде ескерту жасарсың дейді. Перихан оған: "Мен ешқандай ескертусіз келуге құқығым бар, біз жақын достармыз. Бірақ мен маңызды шаруамен келдім, мен Севрихтегі туризм орталығын алдым" дейді. Ол қасындағы менеджер Ерханды менің көмекшім деп таныстырады. Жихан болса: "Мен қазір жиналыста маңызды мәселе шешіп отырмын. Жұмысың болса хатшы қызға айтып кездесу уақытын белгілерсің" деп айтады. Периханға бұл сөздер ұнамай қалып, Жиханмен сөз таластырып кетіп қалады. Хикмет пен Халил Туфанмен кездесуге келеді. Хикмет Туфанға: "Бұл не? Неге қарумен келдің?" деп сұрайды. Туфан оған: "Менің сұрақтарым бар деп $500,000 туралы мен неге білмеймін? Неге менен жасырдыңдар?" дейді. "Сендер маған қонақ үйдің үлескері боласың деген құрғақ уәделерің қайда? Әлі қанша ай күтемін? Мені тығырыққа тірейтін ойларың бар ма?" дейді. Хикмет оған: "Сен сонда жасаған жұмысыңа алдын ала ақша алғың келе ме?" деп сұрайды. Туфан оларға: "Әрине, маған сендер мені алдап кетпейтіндеріңе кепіл керек" дейді. Халил оған: "Қайдағы аванс, не оттап тұрсың?" деп айтады. Туфан оларды тығырыққа тіреп, бәрін Жиханға айтатынын, Буньяминді де бұлар алдағанын білетінін жеткізеді. Хикмет оған: "Жарайды, қанша ақша талап етесің?" дегенде, Туфан $100,000 дейді. Халил екеуі мұны естіп шошып кетеді. Хикмет оны көндіріп $50,000 беретінін айтады. Туфан да келіседі. Нұқтың отасы жалғасады. Кенет оның жүрегі тоқтап қалады. Дәл сол уақытта Мелек бірдеңе сезгенде жүрегі селк ете қалады. Ол: "Нұққа бірдеңе болды" деп орнынан атып тұрып, Нұққа қарай ауруханаға кетеді. Осы жерде бір ғажайып орын алып, Мелек аурухана есігіне келгенде Нұқтың жүрегі қайта соғып бастайды. Кино десе кино екен. Дәрігерлер операцияны әрі қарай жалғастырады. Мелек бәрін сезіп, "Шүкір, шүкір" деп қасындағыларды құшақтайды. Хикмет пен Халил ініне дән тыққан шыққандай ақша жасырған жерге келіп, Туфан сұраған $50,000 ақшаны алуға келеді. Халил Хикметке: "Сенің кесіріңнен даладағы біреуге ақша беретін болдық" деп жынданып ұрсады. Хикмет оған: "Туфан болмаса құжаттардың, қонақ үйдің жұмысын қайдан білер едің" деп сөз қайтарады. Екеуі бір-бірін кінәлап, Халил Хикметке: "Егер тағы бірдеңе жасыратын болсаң, менен жақсылық күтпе" дейді. Олар ақшаны алып Туфанмен кездесуге келеді. Хикмет Туфанға: "Дегеніңді жасатып жатырсың, ақшаңды бердік, енді бізді қорқытып бопсалауыңды қой, бәрін келіскеніміздей жаса" дейді. Туфан оған: "Сендер тыныш болсаңдар, мен тынышпын, бәрі өздеріңе байланысты" деп жауап қайтарады. Халил Хикметке: "Бұдан сақ болу керек, не ойлағаны бар екен" деп ескертеді. Тюркан ас үйде Айшанұрмен әңгімелесіп отырады. Бір кезде олардың жанына Жанан келеді. Жанан оған: "Сен әлі де мұндасың ба? Біз саған үйден кет демедік пе?" дейді. Тюркан болса: "Жаңылыспасам, мен де сендерге ешқайда кетпейтінімді айтпап па едім? Жихан бей кет демейінше ешқайда кетпеймін" дейді. Жанан болса: "Сенің ар ұятың жоқ па? Біз сенің жүзіңді де көргіміз келмейді" деп айтады. Тюркан оған: "Көргің келмесе мен отырған бөлмеге келме, сен күйеуіңді баптай алмайтын бейбақ әйелсің" деп намысына тиеді. Екеуі тағы да төбелесіп кетеді. Оларды Буньямин арашалайды. Жанан оған: "Қалайда бұл үйден мынаның көзін құрт" дейді. Буньямин Тюрканмен сөйлеспекші болып, екеуі оңаша қалады. Ол оған $30,000 ұсынып, бұл үйден кетуін талап етеді. Алайда Тюркан келіспей, $150,000-нан кем бермейсің деп талап қояды. Буньямин оған $100,000 ұсынып, екеуі келіседі. Буньямин бөлмесіне келіп, сейфтен ақша алмақ болады. Жанан оған: "Сен неге ақша бермекшісің" деп жаратпай тұрады. Буньямин ашуланып: "Сен де $500,000 ақшаңды далаға жібергенсің, сол үшін менің жүйкеме тиме" деп ұрсып жатқанда, Тюркан естіп қалады. Барлығы Нұқты күтіп алаңдаулы тұрады. Бір кезде дәрігер шығып, ота сәтті өткенін жеткізеді. Алайда әлі де оның денсаулығына қауіп төніп тұр. Алдағы 48 сағат жіті бақылауымыз керек деп айтады. Буньямин Тюрканға ақшасына келеді. Олар оған: "Ақшаңды алда кет" дейді. Тюркан оларға: "Мен ойланып қалдым, ешқайда да кетпейтін болдым" деп жауап қайтарады. Олар оны көндірмек болғанда, Тюркан Жананның Халилге алданғанын Жиханға айтамын деп қорқытады. Барлығы Нұқты көруге келеді.
Нұх болса түс көріп жатады. Халил болса Туфанға звондап таксинің Хикметке 5 миллион долларға жазған чегін есіңде ме деп сұрайды. Туфан оған хабарым жоқ дейді. Ол Халилге тұра тұр тексеріп көрейін деп қарап жатып, бірақ та ештеңе таба алмайды. Халил Хикметке келіп, оған қонақ үйге барып чек алып кел дейді. Хикмет оған чектің жарамдылық мерзіміне әлі 4 күн бар дегенде, Халил оған жетер, мені алдама деп айқайлайды. Ешқандай чек жоқ екенін білдім. 1 ай бойы мені алдап келдің. Нағылған адамсың. Мені қашанға дейін алдамақшы болдың деп айқайлайды. Хикмет оған, мен Жиханның 2,5 миллион доллар ақшаны алмақшы едім. Бәріне сен кінәлісің. Сен келіспеген. 5 миллион доллар сұра деп мені көндірдің деп қарсы шығады. Ол Халилге, сен сол чек туралы білмегенде баяғыда мұнда болмас едің дейді. Екеуі біраз сөз таластырып, Халил оған, екеуміз ешқандай серіктес болмаймыз, ақшаны теңдей бөлеміз де екі жаққа кетеміз дейді. Хикмет келіседі. Екеуі ақша жасырған жертөлеге келгенде сөмкенің жоғын көріп байбалаң салады. Екеуі сен алдың деп бір-бірінен көреді. Жекежайға пошташы келіп оларға хат ұсынады. Ол хат Нұхтан болады. Нұх оларға хат жазып тастап кеткен екен. Хатты бәрі оқып көңілдері босайды. Бір кезде оларға дәрігер келіп, Нұхтың оянғанын айтып, оларды қуантады. Нұх аман есен ауруханадан шығып үйіне оралады. Жанан мен Банямен ақшаларын тауып, оны банкке табыстайды. Банямен Жананнан ақшаны қалай таптың деп сұраған кезде, Жанан оған Халилді адамдардан сұрастырып, оның тоқтаған жерін тауып алғандығын айтады. Халил Мехмет деген кісінің үйін жалға алып, оның жертөлесіне ұрлаған ақшасын салып қойғанын, Жанан Мехметтен үйді көрсетуін сұрап, жертөлені байқап қалып, оның қосымша есігінен кіріп ақшаны алып кеткенін есіне түсіріп айтып береді. Перихан қолына үлкен гүл шоғын алып, Нұхқа кіріп шықпақшы болып жекежайға келеді. Алайда Харика оның алдынан шығып, олардың отбасына жақындамауын өтініп, оны қуып жібереді. Жекежайда барлығы Нұх пен Севилайдың үлкен тойын өткізуді жоспарлайды. Асад болса баяғыша Эсманың көңілін табумен жүреді. Бірақ Эсма оны кешірмейтінін айтып, Нұхтың тойынан кейін ажырасатынын жеткізеді. Барлығы екеуінің тойларына дайындалады. Севилай өзін ең бақытты сезінеді. Харика Эсмаға сыйлық сыйлап қуантады. Екеуі татуласады. Той сән-салтанатпен басталады. Кешке бәрі тойға келіп көңіл көтереді. Хикмет Севилайға келіп, неге тойыңа шақырмадың деп ренжиді. Жихан оған кеткенің жөн болар деп өтінеді. Барлығы оны жақтыртпайды. Бір кезде тойға Перихан келіп, Жиханның телефонына дәрісханаға келіп кетші деп хабарлама жібереді. Жихан оған келіп, мұнда нағып жүрсің, сен массың ба дейді. Ол оған аздап іштім, екеуміздің бірге өткізген түніміз есіңде ме деп жақындай бастайды. Жихан болса, Пери, аузыңа келгенді оттай берме, қонақ үйге қайт дейді. Перихан оған, мен сені ешқашан ұмыта алмаймын деп жатырғанда, кенет мелек есікті ашып қалып, екеуін көріп қалады. Достар, келесі бөлімде не болатынын көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.